Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, арнамызға қош келдіңіздер. 1931 жыл еді. Торғай даласы. Қолдан жасалған аштық қазақ жерінде осы Торғай өңірінен бастау алған. Малдарын тартып алып, қазақ біткенді қу далаға қуып жібергеннен кейін 5-6 ай халық далада бақа шаян, құрт құмырсқаға дейін жеп тауысқан. Еті тірі жігіттер бір ауылды аштан өлтірмей ұстап отырған. Аң аулап, балық аулап, өлместің күнін көрген. Малдың бәрін жеп бітірген. Тек жеңіл олжа көрген кейбір кісілер адам етін жеп күн көрген. Тіптен тірідей қуып жүріп ұстап жейтін болған. Оған дәлел мына оқиға. Қайрақ деген шалы болыпты. Аштық оның да отбасына келген. Онсыз да кедей тұратын қайрақ шал қартайғанда көрген 3 баласымен бір кемпірін қалай асыраймын деп басы қатып әбігерге түскен. Бастапқыда жұрт қатарлы аң аулап, зорман жеп, бақа шаянмен күн көрген. 4-5 ай өткеннен кейін жер бетінде қыбырлаған жәндік те қалмаған. Аштықтан ауруға шалдыққан кішкентай қызы қаза табады. Көзінің жасы сорғалап жүріп, кемпір екеуі қартайғанда тапқан 11 жасар қызын амалсыздан жер қойнына табыстайды. Енді қалған екі ұлын аман есен осы аштықтан өткізу үшін бар амалды орындау керек. Қайткенде де өлмеудің күнін қылу керек деген алдына өзіне мақсат қойған қайрақ шал таң ата жолға шығып, қолына іліккенін өзі жеместен екі ұлына әкеп беріп отырған. Осылай тағы 1 ай уақыт өтеді. Бірде бар, бірде жоқ мардымсыз жеген тағамының салдарынан кіші ұлы ауруға шалдығып жатып қалады. Оның үстіне 1 жылға жуық болған аштықтан әбден қалжыраған кемпір де сырқаттана бастаған. Қайрақ шал жанұшыра отбасын алып, кең даланы кезіп жүре береді. Бар ойы бір қаңғаған ит құс кездессе аулап жемек. 2 күндік сапарында еш нәрсе жолықпай әбден қиналады. Ақыры екі ұлын бір сайға жасырып, кемпірін ертіп ауыл жаққа бет түзейді. Қойнындағы қанжарын қолына ұстаған қайрақ шалдың түрі сұстанып әбден әбіржіп кеткен. Кемпірі шалының не ойлағаны барын білмей, соңынан үнсіз еріп жүре берген. Бірнеше қырда асқаннан кейін ауылдың шеті көрінеді. Қайрақ шал ауылдың іргесіне барып жасырынып жатып алады. Бір кезде ауыл жақтан бақа шаян іздеген әлдене бір жас жігіт шыққан. Жігіт бұлардың жасырынып жатқан жеріне тақау келе бергенде, шал кемпіріне сыбырлап: «Мен артынан барамын, сен алдынан шығып алдастыра тұр» деп бұйыра сөйлеп, өзі жігітке көрінбей арт жағына беттейді. Аштықтан есі ауысқан кемпір шалының айтқанын екі етпей: «Әй балам, бері келші» деп жігітті шақырып алады. Жас жігіттің ойында ештеңе жоқ. Үлкен әже шақырған соң қалбалақтап, аш болған сұлбасын сүйрей басып қасына жетіп барады. «Амансыз ба әже, қайдан жүрсіз?» дей бергені сол еді. Қайрақ шал жігіттің артына тап беріп, қапсыра ұстап алып, қолындағы қанжармен алқымынан бауыздап жіберген. Қанды көрген кемпір шошыған күйі «Ойбай, не істедің?» деп отыра кеткен. Аштықтан әбден түңіліп кеткен қайрақ шал жас жігітті мүшелеп қабына салып алады. Тек басын сол жерге көміп кеткен. Бұлай шыға бере кемпіріне сұстана қарап: «Балаларға айтпа адам еті екенін, үнсіз пісіріп бересің» дейді. Тағы бұйыра сөйлеп: «Балаларым аш қалмасы болды» деген ана байғұс шалының бұйрығын орындаудан басқа амалы жоқ еді. Осы күннен бастап қайрақ шал мен кемпірі аптасына 1 адам аулауға шығып отырған. Байғұс екі бала аштықтан құтылып мәз болғанымен олар ненің етін жеп тойып жүргендерін білмейтін еді. Қайрақ шал мен кемпір 5 айдың ішінде бірнеше ауылдарға барып, 50-ден астам адамды өлтіріп етін жеп қойған. Олардың бұл әрекеттері ел ішіне тарап, барша ел олардан қарадай қорқатын болған. Қайрақ шал бір жерде тұрақтап тұрмаған. Әр ауылды аралап 1-2 адамды өлтіріп етін жегеннен кейін әрі қарай қашып кетіп отырған. Әрине, жарты жылдың ішінде бір Торғай өңірдің біраз аумағын шулатып өткен. Ақыры ел болып жиналып адам жегіш кемпір шалға іздеу салған. Қайрақ шал да түп-түбінде өздеріне іздеу салатынын біліп, ізін үнемі суытып отырған. Ел болып шал мен кемпірді жарты жыл аңдыған. Ақыры аштық тоқтап, ел арасы жақсара бастағанда қайрақ шал кемпірін ертіп өзі келген. Әле оларды қамауға алған билік ашынған халықтың қолына кемпір мен шалды бермей қояды. Қайрақ шалдан екі ұлын сұрағанда:
олар аштықтан қаза тапты деп қысқа қайырған. Шындығында адам етімен асыраған 2 ұлын оңтүстік өңірге апарып тастаған делінген. Тек өзі кемпірін ертіп күнә жасаған аумағына қайта келген. Олардан тергеуші «Неге келдің, қашып кетпедіңдер ме?» дегенде, шал тергеушіге тік қарап, «Ел басына күн туғанда ауыр күнә жасадық, амалсыздан жасадық. Дегенмен қолыммен істегенімді мойнымен көтеруім керек. Ертең Алла алдына барғанда мүмкін бізді кешіріп қалар» деп жауап беріпті. Бұл оқиғаны кеңес билігі өздерінің былығын жасыру үшін құпия ретінде ұстаған делінген. Ұзынқұлақтың айтуынша қайрақ шалды ит жеккенге, ал кемпірін Карлаққа жіберген дейді. Кемпірі сол әйелдерге арналған лагерде балаларын сағынған күйі құсадан қаза тапқан. Ал қайрақ шал кейін сол ит жеккеннен соғысқа да қатысқан деген сыбыс бар. Ал оның адам етін жеп аман қалған 2 ұлының тағдыры белгісіз. Ол екеуі ата-анасының өздерін адам етімен асырағанын білмейтін де шығар. Бұл оқиғаның рас өтірігі тек Аллаға аян. Дегенмен сол жылдары адам етін жеп күн көрген кісілер де болғаны ақиқат. Қазақ бұндай сұмдықты да бастан кешкен. Алла тағала осындай сұмдықтан сақтасын. Осы күнімізге сансыз шүкір етейік. Сіздермен болған ғажап пен сұмдық арнасы сау, саламатта болыңыздар.